Қайырлы күн инста достар. Сіздермен бүгін 3 жұмыртқа және сумен жасалатын жұп-жұмсақ торт әзірлейміз. Бізге қажетті заттар 3 жұмыртқа, 180 грамм қант, 150 мл су, 150 мл сұйық май, 2 шай қасық разрыхлитель және де 3 ас қасық кукуруз, 7 ас қасық ұн. Ең әуелі 3 жұмыртқамызды сарысы мен ағынан ажыратып аламыз. Ыдысымыз құрғақ болуы тиіс. Бір тамшы су қалса да аппақ болып көтерілмейді. Ең әуелі жұмыртқамыздың ағын аппақ масса болғанынша көпіртіп аламыз, яғни шайқаймыз. 180 грамм қантымыздың жартысын, яғни 60-70 граммын бірінші аппақ массамызға салып 7-8 минуттай шайқаймыз. Өзін ұстап аппақ масса, яғни безе сияқты болғанша. Міне видеода көрсетілгендей өзін ұстап болған соң шетке ала тұрамыз да жұмыртқамыздың сарысын көпіртуге кірісеміз. Стаканда қалған жарты қантымызды жұмыртқаның сарысына салып, бұл массамызды да аппақ қылып көпіртіп шайқаймыз. Бұған да кем дегенде 6-7 минут уақыт кетеді. Оның үстінен аз-аздан суымызды 7-8 бөлікке бөліп құямыз. Яғни бізде су 150 мл болса, 10-15 мл-ден құйып, осылай шайқап аламыз. Бірден құймаңыздар, олай болмай, бисквитіміз көтерілмей қалар. Су біткен бойда майымызды да дәл солай бөліп құйып, жақсылап шайқап аламыз. Онан соң біздің ұн електе 3 ас қасық кукурузный крахмалын, картоп крахмалында істетсеңіздер болады. Крахмалмен разрыхлителімізді араластырып, ситодан өткізіп салып болған соң 7 ас қасық ұнды 1 ас қасықтан 2 ас қасықтан бөліп салып, миксердің көмегімен аз-аздан шайқап біркелкі масса шығарамыз. Біркелкі масса пайда болған бойда жаңағы жұмыртқамыздың ағын бөліп 2 ас қасықтан мынау қоймалжың массамызға жоғарыдан төмен қарай лопатканың көмегімен біркелкі етіп араластырып отырамыз. Ешқашан миксермен шайқамаңыздар, ол бисквиттің көтерілуіне кері әсерін тигізеді. Осылай бөліп шайқаған бойда барлық аппақ массамызды бітіреміз. Міне бізде қоймалжың осындай орташа қоюлықта масса дайын болды. Менде форма 22 см, биіктігі 5. Бүкіл массамызды осы формамызға құйып, пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Ортасы тау болып көтерілмес үшін мен видеода көрсетілгендей ортасын жан-жағына қарай ығыстырып аштым. Дәл осылай 180 градуста 30 минутқа пешімізге қоямыз. Енді крем жасауға кірісеміз. Менде 200 грамм қант ұнтағы, 200 мл сүт, ванилин 5 грамм және де 350 грамм сары май. Ең әуелі миксеріміздің көмегімен сары майымызды аппақ болғанша көпіртіп аламыз. Көпірген бойда ванилин мен қант ұнтағымызды аз-аздан салып біріккенше миксерлеп аламыз. Біріккен бойда сүтімізді 8-10 бөлікке бөліп кремімізге құйып аламыз. Крем дайын. Енді бисквитімізге пропитка жасаймыз. Бізде алхордан жасалған вареньемен пропитка жасадым. Өздеріңіздің қалауыңызша сүтпен, сироппен пропитка жасасаңыздар да болады. Мен кішкене ерекше дәм беру үшін алхор вареньесімен пропитка жасадым. Тап осылай кольцода жинасаңыздар торт әдемі жиналады. Менде кольцо болмағандықтан қолмен жинадым. Кондитерлік мешоктың көмегімен осылай бір слой жағып шығып, кремді біркелкі жағып болғаннан кейін мен арасын салмасына алхор вареньесін пайдаландым. Өздерінің қалауларыңызша киви, банан, джем тосап пайдалансаңыздар да болады. Үйдегі бар затты қолдансаңыздар болады. Осылай екінші бисквитті қойғаннан кейін тағы да крем жағып, мен соңғы бетіне банан қойдым. Банан қойған бойда бетін гүл тәріздес етіп әсемдедім. Егерде біркелкі қып жағатын болсаңыздар, банан жылжып кетуі мүмкін. Банан қоймай, бір слой қылам десеңіздер, кремді гүл тәріздес етіп қажет емес, бірақ әсемдік үшін әдемі көрінеді. Крем жағып болған бойда мен бетіне жаңағы шарики септім. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, торт өте жұмсақ, нәзік, дәмді болып шығады. Тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағат ұстасаңыздар, крем барлығы
жаңағы тестамызға сіңіп үлгереді. Өте оңай, жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.